Ал қалай армысыздар? Білім басқармасы ақыры петиция жасақ болсақ та, соңғы қоңырауды 1 мамыр деп қойыпты. Енді мына 2-ге жарылып жатыр. Бір аптаны арысынес, берісінес. Мен сияқты сол Янамон Каменский дат ғалымы, академигі, бүкіл сол педагог, бүкіл сол өмірін сол педагогика ғылымдарына арнаған 4.90 3 ай жазғы демалыс, 5 минуттық қоңырау, 15 минуттық үлкен қоңырау, 4 мезгіл жаңағыдай 4.90 бүкіл осы оқу жүйесін жасаған Янамон Каменский анау несінде байқұс жатқан жері аударылып, сүйегі жаны бір қозғалды деймін. Өйткені 1,5 ай 2 ай жаңа естіп қалдым, оқиды екен, тек бізде ғана 3 ай демалады екен. Сол мектепті 11 жыл оқып, бір мүйіз шыққан мен адамдарды көрген жоқпын. Орта білім алып шығады. Бүкіл негізгі жаңағыдай өмірлік тәжірибесін ол жаңағыдай колледж, университет, академияларда ары қарай жалғастырады. Өзінің нанын тауып жеу үшін. Одан да біздің қандай елде тұратынын білесіздер. 2 дипломмен, 3 дипломмен жүрміз, жұмыссыз. Бекерге оны жаңағыдай немене тентек шоқпар жинайды дегендей дипломдарды жинай бергеннен одан не пайда, нанын таппай жүргендер қанша. Сондықтан мен түсінбеймін, халқымыз неге сол жаңағыдай болмашы бір жақтан әкелгенді жұтып отыра береді. 31 болса 31, 1 болса 1, 55 болса 55 деп неге тыныш отыра бересіздер? 25 мамыр ма, 25 мамыр. Ол психология, баланың психологиясы ілім ғылыммен әбден дәлелденіп, әбден болған. Сондықтан оны Европаша болмаса ақш сондай ғалым ойлап тауып деп не үшін жаңалық аша береді? Мен қазіргі білім басқармасына түк түсінбей отырмын. Бір аптаға сонда мұғалімдердің айлығын көбейтпекші ма? Әлдесе 25-нен сол 31-не сол 5-6 күнде не оқытып, не жарытайын деп жатсыздар. Білмеймін, шынымды айтсам. Мен оған қарсымын. 25 мамыр соңғы қоңырау, соңғы нүкте сол.